Семіртпейтін қансыз ПП-торт жеп арықта. Калориясы аз, өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Алдымен 2 алманың бетін аршып, оған 2 жұмыртқаны жарып, блендерден өткіземіз. Оған 2 ас қасық какаоны қосамыз. Мен дүкендегі обычный какаоны қолдандым. Одан кейін 1 шай қасық толтырмай қопсытқыш 50 грамм эритрит қантын қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Формаға құйып, пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Піскен соң 4 бөлікке бөлдім. Кремге 180 грамм жұмсақ сүзбемен шамамен 20-25 грамм эритрит қантын қосып араластырамыз. Видеодағыдай торт крем жағып шығамыз. 18 грамм шоколадты, менде Казахстан шоколады, микроволновкада ерітеміз. Оған 5 грамм сұйық май құйып араластырамыз. Торттың бетіне құйып, кокос ұнтағымен әсемдедім.